Барлығыңа сәлем достар. Бүгін сендермен қарапайым теңдеудің шешілу жолдарымен бөлісемін. Бұл теңдеуді үлгі ретінде алып, өздеріңе берілген теңдеулерді шешіп көріңдер. Ендеше кеттік. Бізге мысалы 10 қосылған x және тең 15 деген теңдеу берілген. Бұны математика тілінде біз бірінші қосылғыш 10, екінші қосылғыш белгісі және қосындының мәні 15 деп аламыз. Енді бұл жерде біздегі басты мақсат мына x деген санды, белгісіз санды табу. Ол үшін осы x белгісіз санды, яғни екінші қосылғыштың орнында тұрған санды оның астына түсіреміз, тең дейміз. Енді қараңдар, қосындының мәні 15-тен, яғни 15-тен азайтамыз, бірінші қосылғышта тұрған 10-ды азайтамыз. Естеріңде болар, біз осы ережемен танысқанбыз, яғни қосындының мәнін бірінші қосылғышты азайтсаң, екінші қосылғыш шығады, қосындының мәнін екінші қосылғышты азайтсаң, бірінші қосылғыш шығады деген ережені есімізге түсіреміз. Енді мына жерден бірден теңдеп кетпей, 15-тен 10-ды азайттық, оның мәнін астына қайтадан x тең, енді 15-тен 10-ды азайтсаң 5 болады, 5 деп жазамыз. Енді біз қазірше теңдеуді шештік. Енді біз оның дұрыстығын тексеру үшін оны астына жазуымыз керек. Яғни енді біз мына жерден теңдеудің астын толығымен сызамыз. Яғни ол сызықтарын сендердің апайларыңның айтуына байланысты. Сендер мүмкін карандашпен сызатын шығарсыңдар, кейбір мектепте мүмкін қаламмен сызатын шығарсыңдар. Яғни ең бастысы сызық, міне қараңдар, мына менің белгісіз санның астынан, мына торкөзден, мына теңдеулеріңіз біткенге дейін сол торкөзге келіп тірелу керек. Яғни одан асып кетпеу керек. Енді қараңдар, енді біз мына бірінші берілгені, яғни теңдеуді астына көшіреміз, осының астына. Бір торкөз астына тастауды ұмытпаңдар. 10 қосу. Енді біз мына белгісіз санның орнына біз 5-ті таптық. 5-ті қоямыз. 5 тең қанша болады? 15, дұрыс айтасыңдар. 15. Яғни қараңдар, 15 енді теңестіреміз. Мына теңдіктің екі жағын теңестіреміз. 15 тең, мына жағда 10-ға 5-ті қоссам, 15. Теңдеуіміз шешілді, балалар. Сендерге пайдасы тиді деп ойлаймын. Дәл осы теңдеуді үлгі ретінде ала отырып, басқа да теңдеулерді шешіңдер. Және әрқашан дәптерге әдемі таза етіп жазуды ұмытпаңдар. Келесі кездескенше сау болыңдар. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.